Қойшыбек, мүбәрәк, құбыжық. 5-ші бөлім. Үйден шыға, жанарына лықсып, келіп қалған жасты еркіне жіберген келіншек. Босағадағы қазыққа ілулі тұрған шелекті алды да, төменгі жағадағы бұлаққа қарай жіті басып кетіп бара жатты. Келіншек келе жатқан бұлақтың басында үлкен қарала ит бұлаққа қарап, таптап беріп, арсылдап тұр. Қарала ит келіншекті көрді де, қыңсылап келіп, аяғына сүйкенді. Көзіне жас парлап, қорланып келе жатқан ол, қолындағы шелекпен итті басынан қойып кеп қалды. Ит қаңқ етіп тұра қашты. Үй жақтан әлдебір ер адамның қарлығыңқы зор даусы естілді. Кім ей, екі кештің арасында суға бара жатқан, қайт кейін. Келіншек аузы шыбыр ете түсті. Үні сыртқа шықпады. Бұлақтың терек тумасына шелегін батырып су ала бергенде, су бетінде қалқып тұрған малдың шикі өкпесін көрді де, тағы аузы жыбыр ете қалды. Суды ала беріп, қараңғы су түбінен өзінің жап-жарық суретін көріп, көтек! Деп селк етіп, бойын еріксіз жинай берді. Қас пен көздің арасында су ішінде көз бейнесі адамның қу-қаңқа сүйегіне айналып, білегін бас салды. Көз алақандай болып, шарасынан шығып кете жаздаған келіншек баж ете қалды. Қатты шыққан әйел даусын ауыл адамдарының бәрі естіді. Үйден атып атып шыққан бұлаққа қарай жүгірісті. Алдымен жеткен еңгезердей қара жігіт суға екпетімен құлап жатқан келіншекті судан жұлып алды. Денесі болықсылық, жан жоқ. Жаратқан ием, өзің пәле қаладан сақтай көр. Шөкімдей ғана қара кемпір келіншекті жас балаша екі білегіне салып көтеріп бара жатқан жігіттің алды-артына шығып деректеп жүр. Екі кештің арасында бұлақтың басынан не іздеп жүр? Жас қой, ненің парқына барар дейсің? Бірдеменің шалығы тиген шығар. Әркім бір-бір күбір сыбыр естіп шұбап келе жатты. Жігіт үйдің алдына жете бергенде, мана ұрысқақ жолаушы кемпір тағы да шаңқ ете қалды. Тоқтаңдар, алдымен құрым кигізбен аластап барып кіргізелік. Елдің күбірлеген үні мен шулаған балалардың даусынан жігіт кемпірдің даусын естімеді ме, әлде елемеді ме, түрулі тұрған есікті бір-ақ аттап ішке кіріп кетті. Ау, басқын басқыр көк соққыр сол, керең болдың ба? Кемпір шаңқылдай сөйлеп үйге кірді. От жақтағы шымылды құрулы төсекке әйелді жатқызып, енді шегініп шығып келе жатқан жігіт өзін қарғап, сілеп жатқан кемпірге қарап, ыржиып күлген болды. Шығар ана қатынды. Ой, көк соққан сол. Әй, қайдасыңдар? Құрым кигізіп беріңдер. Арша тұтатыңдар. Үйге кіргізбей қағу керек еді. Енді әй, қайдам? Бәрі бір жаратқанның қолында. Арша тұтатып, келіншек сыртқа шығарылды. Әлі ес-түссіз жатыр. Алас, алас, бар пәледен қалас. Кет, бәле, кет, кет, сөф! Деп, кемпір бір қолына қара құрым кигіз, бір қолына үлкен кесе толы суы бар құрым кигізбен қағып, тұтаған аршамен аластап, су бүркіп ұшықтап жатыр. Бір сәтте барып, келіншек ыңыранып есін жиды. Жалғасы бар.